Сәлем достар. Оңай English каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде to be етістігі бойынша практикалық сабақ. Барлығын біз бірге жасаймыз, қорықпаңыздар. Оның еш қиындығы жоқ. Бүгін біз осы to be етістігін толық меңгеріп шығуымыз керек. Оның не екенін түсініп, сөйлемдер құрастырып, қарапайым күрделі сөйлемдер құрастырып үйренуіміз керек. To be етістігін талқыламас бұрын біз жалпы етістік деген ұғымға келейік. Етістік бізге не үшін керек? Ол біз білеміз, сөйлемдегі бір іс-әрекетті, іс-қимылды білдіреді етістік. Мысалы, мынадай сөйлемді алайық. Жанат кино қарап жатыр. Басты тұлға Жанат не істеп жатыр? Қарап жатыр. Яғни киноны қарап жатыр. Демек, бұндай етістік қарап жатыр. Және де мынадай сөйлемдер болады. Мен студентпін деген. Енді осы екі сөйлемді біз салыстырсақ, бірінші сөйлемде бізде етістік бар, ал екінші сөйлемде етістік жоқ. Қазақ тілінде екінші сөйлем етістікті қажет етпейді. Біз жай ғана мен студентпін деп айта береміз. Ал ағылшын тілінде мен студент болып табыламын деп айтуды қажет етеді екен. Экранға назар аударайық. Экранның сол жағында мынадай сөйлемдер тұр. I work, he works, she works деген. Бұл сөйлемдерге, мына сөздерге work деген етістікке s жалғанған, ed жалғанған, жалғаулар жалғанғанмен сөздердегі сөздің түбірі сақталып тұр. Бұл сөйлемдерде бір іс-қимыл бар. Яғни мен жұмыс жасаймын, ол жұмыс жасайды, ол жұмыс жасады деген сияқты. Ал енді экранның оң жағына назар аударсақ, бізде мынадай сөйлемдер бар екен. I'm a student, мен студентпін. He's 17, ол 17-де. We are happy, біз бақыттымыз деген. Қазақ тілінде бұл жерде ешқандай іс-әрекет жоқ, іс-қимыл жоқ. Ал ағылшын тілінде бұл жерде оларда іс-әрекет бар екен. Мысалы, I'm a student, мен студент болып табыламын деп айтады екен олар. Мысалы, he's 17, ол 17 жаста болып табылады. We are happy, біз бақытты болып табыламыз деп айтады екен. Сонда болып табылу бұларда сөйлемде бар. Қазақ тілінде болмаса, ағылшын тілінде бар болып табылу деген сөйлем. Яғни, олардың сөйлемдерінде етістік бар деген сөз. Яғни, сол етістік оларда міне to be етістік екен. Сонда оларға көмекке to be етістігі келеді. Сонда to be етістігі ағылшын тілінен қазақ тіліне аударғанда болып табылу, болу деген мағынаны білдіреді. Қазақ тілінде іс-қимыл жоқ сияқты, бірақ ағылшын тілінде іс-қимыл бар. Жаңа біз айттық, осындай сөйлемдерді жасаған кезде бізде көмекке to be етістігі келеді деп айттық, Ал мына сөйлемдерде сіздер to be деген сөзді көріп тұрсыздар ма? I'm a student, he's 17, we are happy дегенде қайда to be деген? Жоқ. Біз am, is, аны көріп тұрмыз тек қана. Осы am, is, бұл to be етістігі екен. Сол кезде бізде to be етістігі толығымен өз формасын өзгертіп жіберді. Толығымен өзгерді. Мысалы, экранның сол жағында ол етістіктің түбірі қалса, міне work деген сөз, тек қана жалғау жалған, бірақ түбірі өзгерген жоқ, Ал to be етістігінде оның формасы толығымен өзгеріп кетеді екен. Соған мән берейік. Енді барлығы түсінікті болу үшін, толық түсінікті болу үшін тағы да осы сөйлеммен айналысайық, Мен студентпін деген сөйлеммен. Яғни айттық қой, қазақ тілінде бұл жерде ешқандай іс-әрекет жоқ. Ал ағылшын тілінде мен студент болып табыламын, яғни болып табыламын деген іс-әрекет бар. Яғни біз жалпы мына жерде осы сөздер қандай тәртіппен тұр, солай аудара қояйық, ағылшын тіліне. Мысалы, мен ол I, студент бұл a student, Сонда I a student десек, бұл жерде қате құрастырылған сөйлем, бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Жай ғана мен студент болады ол, Ал бізге мен студентпін, мен студент болып табыламын деген сөйлем керек екен. Сонда to be етістігі көмекке келеді деп айттық бізде. Сонда мына I мен a student-тің арасына
біз am деген to be етістігін қоямыз. Сонда мына am бізде етістіктің қызметін атқарып тұр. Негізгі етістіктің қызметін атқарып тұр. I am a student, яғни мен студент болып табыламын деп тұр. Сонда am дегеніміз бізде болып табыламын. Бұл іс-әрекет ағылшын тілінде. Етістік. Ал қазақ тілінде біз олай айтпаймыз. Біз жай мен студентпін деп айтамыз. Жалпы ағылшын тілінде to be деген сөз бар екен. Ондай сөзді сіздер сөйлемдерде кезіктіре аласыздар. Және де to be етістігі деген болады. Біз осы to be сөзі мен to be етістігін бір-бірінен ажырата білуіміз қажет. Мысалы, мынадай сөйлемді алайық. Ажар wants to be a teacher деген. Ажар мұғалім болғысы келеді. Бұл жерде мына to be бұл wants пен бірге кетіп тұр. Яғни wants to be болғысы келеді. Ажар мұғалім болғысы келеді. Бұл жердегі іс-әрекет wants to be болғысы келеді. Енді сіздер бұған алданып қалмаңыздар. Мына жердегі to be етістігі мынау to be екен деп. Жоқ, ол олай емес. Яғни ол бізде wants пен бірге кетіп тұр. Бұл жай ғана сөз болып қолданылып тұр. Осы to be сөзі көбіне мынадай етістіктермен, сөздермен қатар бірге жүреді екен. Want, plan, need деген, қалау, жоспарлау, керек, қажет деген сөздермен. Солардан кейін орналасады сөйлемде. Мысалы, she wants to be a doctor. Ол дәрігер болғысы келеді. Бұл жерде, мысалы, сіздер оны мынау to be етістігі екен деп шатастырып алмаңыздар. Мысалы, ол дәрігер болғысы келеді, яғни ол wants пен бірге кетіп тұр. Бір іс-қимылды білдіріп тұр, Мысалы, I plan to be there. Мен сол жерде болуды жоспарлаймын. Plan деген сөзбен бірге кетіп тұр. You need to be at the meeting. Сен жиналыста болуың керексің. Бұл жерде to be сөзі want, plan, need деген сөздермен, яғни етістіктермен бірге келіп тұр. Жалпы өзі жеке қолданылып тұрған жоқ, ол осы етістіктермен бірге қолданылып тұр. Ал to be етістігі ол формасын өзгертіп отырады. Толығымен. Мысалы, осы шақта, келер шақта, өткен шақта оның формасы толығымен өзгеріп отырады екен. Соған мән беріңіздер. Мысалы, бір сөйлемде to be деген сөзді көріп қалсаңыз, бұл to be етістігі емес. Бұның to be етістігіне қатысы жоқ. To be етістігі, жаңа айттық, формасын өзгертеді дедік. Осыған алданып қалмаңыздар, осыны ажырата білулеріңіз керек. To be етістігінің осы шақта үш формасы бар. Am, is, are. Am ол I мен бірге қолданылады. Is, he, she, it пен бірге қолданылады. Ал are, you, we, they мен бірге қолданылады екен. Мен үйдемін деген сөйлемді ағылшын тіліне аударайық. Мен ол бізде I болғанда біз am'ді аламыз. Сол кезде I am at home болады. Енді сұраулы сөйлем жасайық. Мен үйдемін бе? Ол кезде am to be етістігі сөйлемнің алдына шығады. Қалған сөздер өз орындарында қалады. Am I at home? Одан кейін болымсыз сөйлем жасаймыз. Мен үйде емеспін. Бұл кезде біз not'ты to be етістігінің артына жалғаймыз. Яғни бұл жерде am'ның артына not'ты қоямыз. I am not at home деген сөйлем шығады. Енді мынадай сөйлемді алайық. Елдос бақытты. Бұл жерде бізде қандай to be етістігін қоятымыз белгісіз болып тұр. Аны қоям ба, am'ді қоям ба, is'ді қоям ба. Бұндай кезде еш қорықпаймыз. Басты тұлғаға қараймыз. Басты тұлға бізде елдос. Елдос ол бізде he. Демек he болғанда біз is'ді қоямыз. Сонда елдос is happy деген сөйлем шығады. Енді сұраулы сөйлем жасайық. Елдос бақытты ма? Бұл кезде to be етістігі, яғни is сөйлемнің алдына шығады. Is Елдос happy? Болымсыз сөйлем жасайық. Елдос бақытты емес. Бұл кезде біз not'ты to be етістігінің артына қоямыз.
бұл жерде бізде to be етістігі is. Сол кезде Елдос is not happy немесе Елдос isn't happy деген сөйлем шығады. Анар дәрігер. Анар ол бізде she болғанда біз is'ді қолданамыз. Сол кезде Анар is a doctor болады. Анар дәрігер ме? Бұл кезде біз to be етістігін сөйлемнің алдына шығарамыз. Is Анар a doctor? Анар дәрігер емес. Not'ты біз to be етістігінің артына қоямыз. Сол кезде Анар is not a doctor немесе Анар isn't a doctor деген сөйлем шығады. Бұл сенің телефоның. Телефон бұл бізде it, жансыз зат. Ол кезде біз is'ді қолданамыз. Сол кезде it is your phone деген сөйлем шығады. Бұл сенің телефоның ба? Ол кезде біз to be етістігін сөйлемнің алдына шығарамыз. To be етістігі бізде is. Is it your phone? Бұл сенің телефоның емес. Бұл жағдайда біз not'ты to be етістігінің артына жалғаймыз. It is not your phone немесе it isn't your phone деген сөйлем шығады. Сіз мейірімдісіз. Сіз ол бізде you болғанда біз аны қолданамыз. You are kind. Сіз мейірімдісіз бе? To be етістігі оны сөйлемнің алдына шығарамыз. Are you kind? Сіз мейірімді емессіз. Ол кезде біз not'ты to be етістігінің артына жалғаймыз. To be етістігі бізде You are not kind немесе you aren't kind деген сөйлем шығады. Біз студентпіз. Біз болғанда, яғни we болғанда біз аны қолданамыз. We are students. Біз студентпіз бе? To be етістігі алдына шығады. Are we students? Біз студент емеспіз. Not'ты to be етістігінің артына жалғаймыз. To be етістігі бұл жерде We are not students немесе we aren't students. Олар Қытайдан. Олар бізде they болғанда біз аны қолданамыз. They are from China. Олар Қытайдан ба? To be етістігін сөйлемнің алдына шығарамыз. To be етістігі бұл жерде бізде Are they from China? Олар Қытайдан емес. Not'ты to be етістігінің артына жалғаймыз. They are not from China немесе they aren't from China деген сөйлем шығады. Is бізде to be етістігінің осы жақтағы формасы болды. Енді келер шаққа келейік. To be етістігінің келер шақта бір ғана формасы бар. Ол will be. I, he, she, it, you, we, they болғанда да біз тек қана will be'ді пайдаланамыз. Мен ол жерде жұма күні боламын. Бұл болашақта болатын құбылыс. Яғни бұл жерде біз will be'ді қолданамыз. I will be there on Friday деген сөйлем шығады. Енді сұраулы сөйлем жасайық. Мен ол жерде жұма күні боламын ба? Біз тек қана will'ді сөйлемнің алдына шығарамыз. Be өз орында қалады. Сол кезде will I be there on Friday деген сөйлем шығады. Мен ол жерде жұма күні болмаймын. Бұл жағдайда біз not'ты will мен be'дің ортасына қоямыз. I will not be there on Friday немесе қысқарған түрі I won't be there on Friday деген сөйлем шығады. Том жақсы студент болады. Яғни Том болашақта жақсы студент болады. Бұл кезде will be'ді қолданамыз. Tom will be a good student. Том жақсы студент болады ма? Бұл кезде біз тек қана will'ді сөйлемнің алдына шығарамыз. Қалған сөздер өз орында қалады. Will Tom be a good student? Том жақсы студент болмайды. Яғни not'ты біз will мен be'дің ортасына қоямыз. Tom will not be a good student. Немесе Tom won't be a good student деген сөйлем шығады. Бұл оңай болады. Яғни бір нәрсе болашақта оңай болады деп айтқысы келіп тұр. Сол кезде it will be easy болады. Бұл оңай болады ма? Яғни бір іс оңай болады ма? Біз will'ді, тек қана will'ді естерінде болсын, сөйлемнің алдына шығарамыз. Be өз орында қалады.
Қалған сөздер барлығы өз орнында қалады. Сол кезде will it be easy деген сөйлем шығады. Бұл оңай болмайды. Яғни болашақта бұл іс оңай болмайды дейді. Not'ты will мен be'дің ортасына қоямыз. It will not be easy немесе it won't be easy. Сіз келесі жылы 20-ға толасыз. Will be'ді қолданамыз, себебі бұл болашақта болатын оқиға. You will be 20 next year. Сіз келесі жылы 20-ға толасыз ба? Ол кезде біз will'ді, тек қана will'ді сөйлемнің алдына шығарамыз. Will you be 20 next year? Сіз келесі жылы 20-ға толмайсыз. Ол кезде not'ты will мен be'дің ортасына қоямыз. You will not be 20 next year. Немесе you won't be 20 next year. Әсел мен Мұрат мәңгі бірге болады. Әсел and Мұрат will be together forever. Әсел мен Мұрат мәңгі бірге болады ма? Will'ді сөйлемнің алдына шығарамыз. Will Әсел and Мұрат be together forever? Әсел мен Мұрат мәңгі бірге болмайды. Құдай сақтасын, енді бірге болсын. Бірақ бұндай сөйлем болғанда біз not'ты will мен be'дің ортасына қоямыз. Әсел and Мұрат will not be together forever. Немесе Әсел and Мұрат won't be together forever деген сөйлем шығады. Бұл жерде won't be дегеніміз will not be'дің қысқарған түрі. Олар ертең бос болады. They will be free tomorrow. Олар ертең бос болады ма? Will'ді сөйлемнің алдына шығарамыз. Will they be free tomorrow? Олар ертең бос болмайды. Not'ты will мен be'дің ортасына қоямыз. They will not be free tomorrow. Немесе they won't be free tomorrow. Сонымен келер шақта біз will be формасын қолдандық. Енді to be етістігінің өткен шақ формасына келсек, оның екі түрі бар екен. Was және were деген. Was I, he, she, it болғанда, were, you, we, they болғанда қолданылады. Мен кішкентай бала болдым. Бұл өткен шақта болған нәрсе. Мен бұл I болғанда біз to be етістігінің was формасын қолданамыз. I was a small boy. Енді сұраулы сөйлем жасайық. Мен кішкентай бала болдым ба? Бұл кезде to be етістігі, яғни was сөйлемнің алдына шығады. Қалған сөздер өз орындарында қалады. Was I a small boy? Мен кішкентай бала болған жоқпын. Not'ты to be етістігінің артына қоямыз, яғни was'дың артына. I was not a small boy. Немесе I wasn't a small boy деген сөйлем шығады. Анна арық болды. Яғни Анна кезінде өткен шақта арық қыз болған. Анна бұл бізде she болғанда біз was'ды қолданамыз. Сонда Анна was slim болады. Анна арық болды ма? Яғни біз to be етістігін was'ды сөйлемнің алдына шығарамыз. Was Anna slim? Анна арық болған жоқ, яғни not'ты біз to be етістігінің артына қоямыз. Anna was not slim, немесе Anna wasn't slim. Кітап қызық болды. Кітап бұл бізде жансыз нәрсе, яғни ол it. It болғанда біз was to be етістігін қолданамыз. Яғни the book was interesting деген сөйлем шығады. Кітап қызық болды ма? Was'ды сөйлемнің алдына шығарамыз. Was the book interesting? Кітап қызық болған жоқ. Not'ты біз was'дың артына қоямыз. The book was not interesting, немесе the book wasn't interesting деген сөйлем шығады. Сіз бай болдыңыз, сіз. Ол бізде you болады. You болғанда біз were формасын қолданамыз. You were rich деген сөйлем шығады. Сіз бай болдыңыз ба? Бұл кезде to be етістігі, яғни were сөйлемнің алдына шығады. Were you rich? Сіз бай болған жоқсыз. Біз not'ты to be етістігінің, яғни were'нің артына қоямыз. You were not rich, немесе you weren't rich деген сөйлем шығады. Біз некеде болдық. Яғни біз ол we болады. We болғанда біз to be етістігінің were формасын қолданамыз. Сол кезде we
were married деген сөйлем шығады. Біз некеде болдық па? To be етістігін сөйлемнің алдына шығарамыз. Were we married? Біз некеде болған жоқпыз. Яғни not'ты to be етістігінің артына қоямыз. To be етістігі бұл жерде бізде were. We were not married немесе we weren't married деген сөйлем шығады. Олар дос болды. Олар they болғанда біз were'ні қолданамыз. They were friends. Олар дос болды ма? Were'ні to be етістігін, яғни сөйлемнің алдына шығарамыз. Were they friends? Олар дос болған жоқ. Not'ты to be етістігінің, яғни were'нің артына қоямыз. They were not friends немесе they weren't friends деген сөйлем шығады. Бұл жердегі weren't were not'тың қысқарған түрі. Сонымен қорытынды жасайық. To be етістігі қазақ тілінде болу, болып табылу деген мағынаны білдіреді. Осы шақта am, is, are формасында болады. Өткен шақта was, were формасында болады. Келер шақта will be формасында болады. Сонымен to be етістігі қазақ тілінде болу, болып табылу деген мағынаны білдіреді. To be етістігін басты тұлғаның қай жерде немесе қай жерден екенін көрсеткіміз келгенде, басты тұлға кім екенін немесе не екенін айтқымыз келгенде, оның қандай екенін көрсеткіміз келгенде, және де жас, бой, салмақ, киім өлшемі тағы басқасын айтқымыз келгенде, адамды немесе затты көрсеткіміз келгенде пайдаланамыз.